Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ортаның экологиялық факторлары. Сабағымыздың оқу мақсаты жергілікті жер экожүйесі қоршаған орта факторларының тірі ағзалардың тіршілік әрекеті мен таралуына әсерін зерттеу. Оқушылар, сабақ тақырыбын дәптерлерімізге жазып алайық. Оқушылар, сіздерге экология ғылымы 6 сыныптан таныс. Экология латын тілінен аударғанда ойкос үй баспана, логос әлем ғылым деген мағынаны білдіреді. Сонда экология бізде жеке организмдердің қоршаған ортамен қарым-қатынасын, оған бейімделу заңдылықтарын зерттейтін биология саласы болып табылады екен. Ал қазір оқушылар экология терминінің анықтамасын дәптерлерімізге түсіріп алайық. Бұл экология термин бізге ғылымға енгізген 1866 жылы неміс биологы Эрнст Кеккель болды. Ал енді оқушылар, суретке назар аударайық. Планетамызда тіршілік ететін барлық тірі ағзалар өздеріне қолайлы белгілі аумақта тіршілік етеді. Осы жерде олар бір-бірімен байланысқа түседі, басқа түрлермен және қоршаған ортамен әрекеттеседі. Оқушылар, сіздер 5 сыныптан жаратылыстану пәнінен білесіздер, экожүйе негізгі екі компоненттен тұрады: тірі табиғат және өлі табиғат. Тірі табиғатқа біз жануарлар, өсімдіктер, саңырауқұлақтар, микроағзаларды жатқызатын болсақ, ал өлі табиғатқа климат, топырақ, ылғалдылық, су мен ауаның құрамын жатқызуға болады. Экологияның негізгі ұғымына экожүйе жатады. Экожүйе дегеніміз балдар жансыз табиғатта белгілі бір жағдайда өмір сүріп, онымен энергия алмасуға қатысатын тірі ағзалар қауымдастығын айтамыз. Экожүйе терминін бізге ғылымға 1935 жылы ағылшын экологы Артур Тенсли енгізген болатын. Ал енді оқушылар, барлық тірі ағзалар қоршаған табиғи ортасыз тіршілік ете алмайтынын сіздер білесіздер. Осы тірі ағзалардың тіршілігіне әсер ететін кез келген жағдайлар экологиялық факторлар деп аталады. Экологиялық факторлар кез келген тірі ағзаға тікелей немесе жанама түрде әсер ететін қозғаушы күш болып табылады. Тірі организмдерге әсер ету бойынша біз экологиялық факторларды 3 топқа жіктейміз. Ендеше экранға назар аударайық. Олар абиотикалық, биотикалық, антропогендік факторлар болып жіктеледі. Ал қазір экологиялық факторларға жеке тоқталайық. Абиотикалық фактор жансыз табиғаттың қоршаған ортаға әсері болып табылады. Оған біз температура, климат, жылу, жарық, ортаның қышқылдығын, ылғалдылығын жатқызсақ болады. Мысал ретінде, абиотикалық факторға қоршаған ортадағы температураны айтуға болады. Температура кей жерлерде жоғары, кей жерлерде төмен болады. Температураның әртүрлі болуы қоршаған ортадағы тірі ағзалардың бейімделуіне әсер етеді. Ал келесі фактор ол бізде биотикалық фактор. Биотикалық фактор тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуі болып табылады. Мысал ретінде, қоршаған ортадағы тірі организмдердің өзара бәсекелесіп өмір сүруін айтсақ болады. Ал оқушылар, барлығымыз экрандағы суретке назар аударайық. Экраннан сіз қандай суретті байқап тұрсыздар? Ойланайық. Дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Экранда адамзаттың қоршаған ортаға кері әсері байқалып тұр. Яғни бұл фактор бізде антропогендік факторға жатады екен. Сонымен балдар, антропогендік фактор дегеніміз адамзаттың қоршаған ортаға әсер екен. Мысал ретінде
айтуға болады. Адамзаттың ағаштарды кесуі, жануарларды жоюы, ауаны ластауы, топырақты ластауы сияқты көптеген жағдайлар осы антропогендік факторларға мысал бола алады. Нәтижесінде балдар, осы антропогендік факторлардың нәтижесінде көптеген жануарлардың түрі саны азайып, кейбіреулері жер бетінен мүлдем жойылып кетеді екен. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгенімізді тапсырмалар орындау арқылы тексерейік. Бірінші тапсырмада оқушылар, сіздер суреттен қандай экологиялық факторды байқап тұрғаныңызды жазуыңыз қажет. Оқушылар, егер сіздер тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен тексерейік. Өте жақсы оқушылар, сіздер менің сұрақтарыма дұрыс жауап бере алдыңыздар деп ойлаймын. Су ластануының негізгі көзі қоршаған ортаға аса қауіп төндіретін кәріз суларының үлкен көлемін өңдейтін өнеркәсіп орындары. Әдетте ірі ластаушыларға химиялық және тамақ өнеркәсіптері, сонымен қатар кеннің барлық түрін өндіретін өнеркәсіптер жатады. Өнеркәсіп орындарынан басқа су ластануының ірі көздеріне қала тұрғындарының кәріз сулары және егістіктерден жаңбырмен шайылып кететін жер асты немесе жер үсті су бетіне жиналатын ауыл шаруашылығында қолданылатын заттар жатады. Сонымен қатар неше түрлі апатты жағдайлардан суға түсетін заттар, мысалы теңізге бұзылған танкерлерден аққан мұнай қалдықтары немесе улы химиялық заттар таситын жүк көліктерінің жол апаты себебінен зиянды заттардың ағуы. Оқушылар, сіздерге бейнеролик бойынша сұрақ. Бұл қандай экологиялық факторға жатады? Ойланамыз. Өте жақсы оқушылар, сіздер менің сұрақтарыма дұрыс жауап бере алдыңыздар деп ойлаймын. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында мынадай тапсырмаларды орындайық. Тапсырма орындау барысында дескриптормен мұқият танысып алайық. Оқушылар, егер сіздер тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен тексерейік. Өте жақсы оқушылар, сіздер менің сұрақтарыма дұрыс жауап бере алдыңыздар деп ойлаймын. Оқушылар, дәптерлерімізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы қоршаған ортаға экологиялық факторлардың әсері туралы эссе жазып келіңіздер. Орындаған тапсырмаларыңызды күнделік KZ жүйесіне немесе WhatsApp желісі арқылы жолдауларыңыз сұралады.
Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.